Құрметті оқырмандар, арнама қош келдіңіз. Лүпіл басып, арнама тіркеліп, қолдап кетіңіз. Баршаңызға бақыт тілеймін. Өнер ертеден-ақ халықтың өмір тіршілігін, күресі мен жақсылыққа деген арман үмітін бейнелей отырып, халықтың сана сезімін дамытуда ерекше мәні болған. Өзіңе әрқашан жақсы қара. Сен өзіңе қалай қарасаң, әлем де саған солай қарайды. Адамдарға жақсылық жасасаң, олардан жауап күтпе. Жақсылықты тек өзің үшін жасау керек. Қиындықтарды қабылдау, оларды жеңу жолындағы үлкен қадам. Санаңды сабырлыққа үйрет. Ол сені талай жамандықтан құтқарады. Арманы орындалмаған адам жеткенді сөз қылады. Ашуға толы адам жеңгенді сөз қылады. Тойымсыз адам жегеніңді сөз етеді. Көңілсіз адам дегеніңді сөз етеді. Түгі жоқ адам бергенді сөз қылады. Тексіз адам кеткенді сөз қылады. Іріген ауыздан шіріген сөз шығады. Мен жылаған істерге сен жылайсың бір күні. Сен күлетін күлкіні мен күлемін бір күні. Өмір деген осылай алма кезек дүние. Қозы жеген түлкіні бөрі жейді бір күні. Мендегі мына өкініш, барады сыймай толып іш. Болса ғой шіркін бәрі де жай ғана ұйықтап көрген түс. Мендегі мына өкініш, қалдырмай бойда қайрат күш. Тілі бар бірақ мылқаудай, өтуде үнсіз жаз бен күз. Мендегі мына өкініш, меңзейді қайда қайсы тұс. Қолымды әлде бір сілтеп, кетсем бе ұшып, болып құс. Ешқашан ұмытпа. Ауырған кезіңде шәй дайындап, саған келген адамды. Кедейленген кезіңде саған қарыз берген адамды. Қиналып жүргеніңде ауыртпалығыңды көтерсіп, бірге болған адамды. Қиын жағдайда қалған кезіңде артыңда тұрып, қолдаған адамды. Ештеңең жоқ, ешкімде емес кезіңде жауап тілемей, сені жақсы көрген адамды. Ештеңе де білмейтін кезіңде шын ниетімен үйреткен адамды. Ізгілік қыл, ізгілік көп кісіде, әсерлі ғой ізгілердің ісі де. Естіге айтқан тура сөз, шыңға тіккен тумен тең. Езге айтқан тура сөз, құмға сіңген сумен тең. Әкең болсын бағыт беріп басқарар, анаң болсын жан сырыңды ақтарар. Тірі жүрсе ата-анаң қасыңда, Алла қолда басыңа келіп бақ қонар. Ешкімді сөгіп тілдеме, адамның бәрі бір пенде. Артық айтып сен деме, жігерің жетсе үндеме. Пәтуасыз көпіріп, әр ісінен мін көрме. Қатесін басып бетіне, қадырың кетіп күн деме. Шықпаса жылы жақсы сөз, салмақсыз текке сөйлеме. Араны ашылған қыран не аңды алады, не аңшының өзін алады. Қалтаңда 10 диплом болғанымен, сәлем парызын білмесең, біліп тұрып оны өтемесең, жолын жасамасаң, нағыз мәдениетсіз адамсың. Арық атқа жал бітсе, жанына торсық байлатпас. Жаман адамға мал бітсе, қасыңа қоңсы қондырмас. Қондырса да оңдырмас. Шырқ айналар шіркін тауық, жемің болса қолыңда, қайдағысы сені тауып топырлайды жолыңда. Досыңмын деп ант береді, жем іздеген жанама. Жемің бітсе жалт береді, сенерлік дос санама. Емшектен шықпай жүргенде, бесіктен биік жоқ деп ем. Ойынға кірген күндерде
есіктен биік жоқ деп ем. Санатқа кірген жылдарда ауылдан биік жоқ деп ем. Көз тастап қарлы шыңдарға тауымнан биік жоқ деп ем. Біртіндеп сырын ашатын биіктер әсте көп екен, адамға шұғыла шашатын арманнан биік жоқ екен. Әзілхан Нұршайықов сөздері. Тісі алтынның іші алтын бола бермейді. Бұйрабас жігіт бас киімсіз жүреді. Бір тойда екі жар, бір заманда екі пайғамбар болмайды. Қыз күйеуге кеткенше асығады. Барған соң үйден бекер кеткен екенмін деп өкінеді. Мүйіз шыға бастаған бұзау сүзеген келеді. Сыйықсыз қыз сәнқой келеді. Бұзақы бойжеткен құрбысының жігітін тартып алады. Кінәмшіл қыз күйеусіз қалады. Сараң алғанына жомарт бергеніне қуанады. Адал әке ақыл айтпай тұра алмайды. Данышпанға ділдә байлық емес.